Ассалаумағалейкум, игі жақсылар және мақтарлықтар. Құрметті қазақ елі, тілсіз жау айтып келмейді. Күні кеше Ұлықбек бауырымыздың үйіне бір сондай қайғылы жағдай болды. Көріп тұрғандарыңыздай үйі аяқ астынан өртеніп кетті. Енді біз сіздерге шығып жатқан мақсатымыз, құрметті игі жақсылар, қарап қалмаңыздар. Осы Ұлықбек бауырымыздың үйін күрделі жұмыстан өткізіп алуға баршаңызды атсалысуға шақырамын. Құрметті бауырлар, осы видео роликке Ұлықбек бауырымыздың кәсіби өмірін жазатын боламыз. Хабарласыңыздар. Қоңырат ауылында мешіттің қарама-қарсысында үй. Құрметті игі жақсылар, бауырлар, барынша атсалысайықшы. Кімде қандай мүмкіндік бар? Кәсіпкер бауырларымыз, осындай стираль материалмен айналысатын бауырлар, келіңіздер, жәрдем беріңіздер. Бір шипір, бір шеге болса да, ертең осы үйге берген кезде қияметте Алла тағаланың алдында жүз жарық көп бауырларына қылсын. Құрметті жақсылар, адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Егерде кімде-кім бір бауырының қажетін атқаратын болса, қияметте мен оның қажетін атқарамын деді. Осы хадиске сүйеніп, игі жақсылар, сіздерді баршаңызды жәрдемге шақырамыз. Келіңіздер, жәрдем беріңіздер. Осы отбасыны қайтадан қуанышқа бөлеуге сізбен бізде Алла тағала нәсіп еткен екен. Кешіп қалмайды, құрметті жақсылар. Егерде сіз қаражат жағынан көмектесе алмаймын десеңіз, уайымдамаңыздар, құрметті жақсылар. Сізде мүмкіншілік бар. Ол қандай мүмкіншілік десеңіз, осы видео роликті қолдан келгенше таратыңыз. Осылайша жәрдем беріңіз. Егерде оған да мүмкіншілігіңіз болмаса, дұға істеп қойыңыз, құрметті жақсылар. Күн суымай, қысқа дейін осы үйді Алла нәсіп етсе, күрделі жұмысты өткізіп алайықшы. Құрметті мақтарлықтар, сіздерден өтініп сұраймыз. Осы видео ролик көрсеңіздер, бейжай қарап өтпеңіздер. Барынша атсалысыңыздар, барынша көмектесіңіздер. Астынан нөмір жазамыз. Ұлықбек бауырымызға хабарласыңыздар, жағдайын сұраңыздар. Бұл кісі барынша айтып береді. Егер жоқ, көзбен көрем десеңіздер, Мақтаарал ауданы Бірлік округі Қоңырат елді мекеніне келіңіздер. Мешіттен қарама-қарсы үй көрініп тұрады. Жолдың жағасында, құрметті жақсылар. Баршаңызды көмекке шақырамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Алла тағаланың бір сынаға түскен екен. Өкінішке орай осындай бір келеңсіз жағдай орын алды. Баршаларыңызға Алланың нұр жаусын. Қолдарыңыз келіп жатса, мүмкіндік болып жатса, үйді қайта тіктеп алуға өздеріңіз тарапынан көмектері болып жатса, Алланың қалауымен алдын ала баршаңызға рахмет. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум жамағат, мен осы үйдің егесімін. Фамилиям Байырбек, Қоңыратбай боламын. Кеше төтенше жағдайдан міне үй жайымыз өртеніп жанып, міне сыртта қалып отырмыз. Жамағат, сіздерден өтініш, қолдарыңыздан келгенше қол ұшын тигізулеріңізге өтініш. Міне пәлекет қой, жәрдем берулеріңізді өтінемін.